Тишины. Много лет меняла царки красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки по полям? Маки, маки, совесть земли. И казалось бы, ну что, он за страсть. Много лет они был в красных магах полежать на земле. Маги, маги, красные маги, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Маги, маги, красные маги, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов? Спасибо. Ошаев Кусман, Твардовский Эдуард Юрьевич, Федосова Валентина Степановна, Чумаков Николай Иванович. Ассалаумағалейкум, көрінген қауым. Бүгін міне соғыстың біткен 69 жыл болды. 1.120 миллион халық жер астында қалды. Соларға ол өзі мені қару ұстап, соғысқа қарсы оқытқан, емістіге қарсы шыққан жолдасыма басы емін. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын дегім келеді. Оның семьяларына, туған-туысқандарына, отбасыларына береке бірлік, жанұяларына донсаулық тілеймін. Аспандар ашық болсын, жұлдыздар жарық болсын. 1941 жылы декабрь айында Көкпекті ауданынан әскер қатарына шақырылдым. Алматыда 6 ай тұрып, ойламаған жерден, күтпеген жерден фашистер тегін жатқан халқымызға шабуыл жасады. Сол шабуылға қарсы бардық. 22-сі күні соғыс хабарлағанда, 26-сі күні поездыға деп қару алып соғысқа бардық. 43-ші жылы 43 январ айының 5-сі күні қатты жараланып госпитальге түстім. Оның белінде госпитальде жатып, 44-ші жылы августтың 26-сі күні ауылға оралдым. Ауылға оралып жұмыс істеп, комбайн көтіп, трактор көтіп қалған, сонда қалған жолдастарымызға, қалған кісілерге көмегімізді көрсеттік. Еңбек істеп, түндемей, күндемей істедік. Міне ал енді соғыс бітті, аяқталды. Соғыс бітіп аяқталғаннан кейін тараз құлап бітіреді. Біздің Қазақстанымыз, Қазақстан деген атаққа ие болды. Міне бүгін Нұрсұлтан бауырымыз президент, жасасын президентіміз, енді отанымыздың іргесі шайқалмасын, іргесі бүлінбесін. Енді дүние жүзінде соғыс болмасын, тыныштық болсын. Отбасыларына береке берсін, экономикамыз жылдамдығы дами берсін. Ekonomikamiz yıllarında tamir versin. Bayrağımız yukarı olsun, büyük olsun. O sözüne alınmak koyulmaz koyulmaz kalıklarga, otbasına bereke birlik, can yollarına donsallık, ülken bakıt dileyim. Aspanın asıp yıldızların zarık olsun ağayın.
Көрермен қауым, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыз. Құрметті жерлестер, құрметті ардагерлер, құрметті қонақтар. Бүгін ұлы жеңіс күніменен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ардагерлер кеңесінің атынан, өз атынан сіздерге мықты денсаулық тілеймін, отбасыларына жақсылық тілеймін, аспанымыз ашық болсын, бейбітшілік болсын деймін. Бұл жеңіс оңайшылықпен келген жеңіс емес. Бұл 4 жылға созылған соғыста миллиондаған адамдар қаза тапты. Соның ішінде біздің Көкпектау ауданынан ғана 7131 азамат елге оралмады. Сонымен қатар мыңдаған балалар жетім қалып, мыңдаған әйелдер жесір қалды. Халық шаруашылығы түгелімен күйреді. Соғыс болған жерде көп қалалар, ауылдар жермен жексен болды. Осындай қиын кездерде ауылда ақсақалдар менен әйелдер, балалар ғана қалып, солардың бәрі халық шаруашылығын көтеріп, балаларды асырап, жеткізіп, фронтты, майданды қамтамасыз етті. Осындай жеңіске жеткені ол халықтың, елдің бірлігі, ұлтқа қарамай, дінге қарамай, Украин, Молдаван, Қазақ, Орыс, Қырғыз, Татар, қай ұлт болса да бәрі бірігіп, қай республикадан екенін бөлінбей, бәрі бірігіп тұрып, бүкіл халық болып, фашизмді таратпай, осындай ұлы жеңіске жетті. Қазір біз майданнан қайтпаған, қаза тапқан азаматтардың рухына тағзым етіп, ол қайтып келген ақсақалдарға құрмет көрсетуіміз керек. Уважаемые земляки, эта победа досталась нам очень дорогой ценой. 4-летняя кровопролитная война унесла миллионы людей, 27 миллионов со стороны Советского Союза, в том числе и наших земляков. По Копейкинскому, Самарскому району в то время 7131 человек не вернулись с фронта. Это была очень тяжелая потеря. В то же время многие наши женщины остались вдовами, дети остались сиротами, полностью было разрушено народное хозяйство. Многие деревни, села, города сотнями сравнялись с землей. В это время в селе остались только старики, дети, женщины, которые кормили, растили детей, обеспечили фронт продуктом питания и одеждой. Благодаря сплоченности советского народа в то время, не делясь на нации, не делясь на веру, вместе боролись с фашизмом и пришли к этой великой победе. Мы преклоняем голову перед теми, которые пали в бою. Мы с почетом должны относиться к нашим ветеранам, которые вернулись с фронта и находятся здесь. Их всего у нас по району осталось 15 человек, к сожалению. В районе функционирует ауданымызда ардагерлер үйімі 4700 адам мүшесі болып кіреді. Оның 520-сы тыл ардагерлері, 15-ті соғыс ардагерлері. Өзінің негізгі жұмысы деп есептейтін ол ең бірінші жұмыс осы халықта, елде достықты, бірлікті, тұрақтылықты нығайтуға өз үлесін қосу. Екінші, жас ұрпақты тәрбиелеу. Себебі жас ұрпақты мектепте де тәрбиелейді, бізде ардагерлер де араласады. Себебі жас ұрпақ ол біздің болашағымыз. Егер осы үлкен ұрпақ оларға тәрбие бермесе, бағыт бермесе, олар қандай болып өседі, оны бір Құдай ғана біледі. Сондықтан біз ардагерлер кеңесі білім саласыменен, мәдениет саласымен, тағы да басқа орындарменен бірлесе отырып, өзіміздің іс-шараларымызды жоспарлап, соларды өткізіп отырамыз. Біз
әр жыл сайын музейіңіздің батырлары сондай мақалалар сол әртүрлі номинацияның бірінші бөлімі өтті. Қалған облыс деңгейінде, республика деңгейінде оған да біз қатысамыз. Оның бәрі осы жастарды тәрбиелеуге істеліп жатқан іс-шаралар. Уважаемые земляки, Совет ветеранов объединяет в своих рядах 4700 человек, в том числе 520 ветеранов тыла, 15 человек участников войны. В своей работе Совет ветеранов считает первостепенной задачей это воспитание в подрастающем поколении и вообще среди населения, это дружба, взаимопонимание и стабильность в обществе. Второе направление – это воспитание подрастающего поколения. То есть мы принимаем участие в воспитании молодого поколения. Вот давайте возьмем такой пример. На уроках истории по вопросу Отечественной войны в 5 классе выделяется всего 1 час, в 9 классе 1 час. Ясного неба над головой, чтобы не было войны. Қазақ еліміз мәңгілік болсын деп сөзімді аяқтайын. Титанический вклад в победу внесли и труженики.